Мына видео сабақта мен сіздерге өзімізге ұнай бермейтін, болмаса елдер жақтыра бермейтін коллекторлар жайлы, сол коллекторлармен қарым-қатынас жайлы сөйлескім келеді, бағыт-бағдарымды бергім келеді, нені білуіміз керек. Енді бірінші кезекте олардың жұмысы. Өйткені білесіздер, банкке өтіп кеткен қарыздарды жеке ұйымдар сатып алады да, сол коллекторлар арқылы өндіріп жатады, кейде көмектерінде беріп жатады. Жалпы коллекторлық агенттік бұл ұйым қарызды өндіріп алу саласында маманданып, банктер мен микроқаржылық ұйымдарға сотқа дейінгі тәртіпке көмек көрсетеді. Мысалға, көп адам айтып жатады, қарызым коллекторға өтіп кетіпті дейді. Мысалы, ол банкте сіздің қарызыңыз тұрады, осынша қарыз адам банкте дейді де, кейін оны жаңа айтқанда банктен сатып алады. Бұл компания агенттік сатып алады да, ары қарай сізге төлетіп жатады. Бірақ бір нәрсені ескеру керек, мынау коллекторлық ұйымдар, сол жерде қызмет ететін адамдар, олардың жұмысы барлығы коллекторлық қызмет туралы заңмен ғана реттеледі. Өйткені білесіздер, мысалға кейде менің өзімнен мынандай хат келеді, коллектор болып хабарласты, мені қорқытты, үркітті, тіпті бар, басымды жарып кетем, ана қарызымды төлемесең деген секілді қорқыту, үркітулер бар хабарласып. Бірақ қайталап айтайын, бұның барлығы сол коллекторлық қызмет туралы заң бар бізде, сонымен толығымен реттеледі. Және де коллекторлардың кейін сізге алаяқ хабарласып жатыр ма, кім екенін білу үшін, сіз коллекторлық қызметпен айналысу үшін міндетті түрде қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде тіркеуден өту қажет. Ол үшін ол өткен ба, сондай компания бар ма екенін білу үшін сіз gov.kz сайтындағы қаржылық нарықтар деген финансовый рынок деп тұрады орысша, немесе қаржылық нарықтар деген бөлімнің ішінен кіріп, сол коллектор шынымен де елімізде заңды түрде тіркелген ба, рұқсаты бар ма екенін біле аласыз. Бізде көбінесе сол коллектор хабарласып жатқан кезде не істейді? Ұрысып кетеді, телефонын алмай қояды, хабарласпай қояды. Керісінше бағанада айтқандай, одан қашқан сайын сіз өзіңіздің неңізді қиындатып аласыз, жағдайыңызды, қаржылық мүмкіндіктеріңізді дейтіндей. Енді коллекторларға не істеуге болмайды? Бағана айтқандай үркітуге болмайды, адамды қорқытуға, зорлық зомбылық әрекеттері болмаса психологиялық, және де сіз білуіңіз керек, коллектор сізге тек жұмыс күндері ғана хабарласа алады. Таңғы сағат 8-ден 21:00-ге дейін хабарласа алады. Енді сізге 21:30-да, кешкі 10-да, 11-де, 12-де хабарласқан коллектордың әрекеті ол әрине заңсыз болып табылады. Одан кейін, егер де сіз мынау коллектордың сондай бір қорқытқан, зорлық зомбылық әрекеті бар, немесе кейде WhatsApp-пен аудио жіберіп жатады, мысалға, сондай фактілер болатын болса, дәлелдерін жинап жүріңіздер. Сол дәлелмен сіз қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне хат жазатын болсаңыз, міне осындай тиісті арыз жазатын болсаңыз, онда сол коллектормен де, коллекторлық агентпен де осы агенттік жұмысын жасайды. Неліктен қарыз алушы коллектордан жасырынып жүрмеу керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, қарыз алушы қарыз шарттарын бұзып, бір күн қарыз болғанның өзі оған, айтамыз ғой, қарыздың үстінен қарыз қосыла беруі мүмкін. Одан кейін қарыз алушы кредитордан қарызды өндіріп алу үшін жауапты коллекторлық агенттік туралы ақпарат алу құқығына ие және агенттіктің талаптарын толық немесе ішінара даулай алады. Оның ішінде сотқа да жүгіне алады. Дегенмен қарызы бар қарыз алушы коллектормен сөйлесуден қашпауы тиіс. Керісінше айтып отырмыз, диалогқа келу керек, бір мәмілеге келу керек. Және де тағы да бір нәрсе, мына заң жобасында да мен болғам, заңда қабылдайтын кезде, қазіргі уақытта өткен жылдың 1 шілдесінен және де 2026 жылдың 1 мамырына дейін жеке тұлғаларға кәсіпкерлік мақсатпен байланысы жоқ қарыздардың құқықтарын коллекторлық агенттерге
беру тыйым салынды, яғни уақытша мораторий берілген болатын коллекторларға өтуге. Десе де сол қарызы бар адамдар әлі банкке қарыз болып жүрді. Ол қарыз жоғалып кетеді деген нәрсе емес. Банкте қарызыңыз болмаса коллекторға өтеді дегендей, сондықтан осындай нәрсе. Енді қарыз алушының өтініш беру құқығына келетін болса, қарыз алушы кез келген уақытта хабарлама алғаннан кейін коллекторлық агентке өтініш бере алады. Онда міндеттемелерді орындау бойынша өзінің жағдайын және де қарызды реттеу, бөліп төлеу мүмкіндіктерін айта алады. Немесе мен 3 ай төлей алмаймын, 6 айдан кейін, 3 айдан кейін төлеймін, 4-ші айдан бастап деген секілді диалог келісімге келу керек. Және де табысы азайып қалса, немесе жұмыстан шығып қалатын болса, оны да растайтын құжаттары болу керек. Егер қарыз алушы толық емес ақпарат немесе құжаттар ұсынса, коллекторлық агенттік 10 жұмыс күні ішінде қосымша ақпарат сұрайды. Ал оны сіз тағы да 5 күннің ішінде беруіңіз керек, яғни сұратқан құжаттардың барлығын. Ал егерде оны кешіктірсеңіз, ол да бір өзіңіздің кінәңіз десек те болады. Одан кейін құжаттардың толық пакеті ұсынылғаннан кейін коллекторлық агенттік өтінішті 15 күнтізбелік күн ішінде қарастырады және сізге мынандай жауап келуі мүмкін. Яғни қарыз алушы ұсынған өзгерістерді орындауға келісу, жаңа сайттың 3 ай жұмыссыз қалдым, осы айдан бастап төлей алам деген, немесе осы кезде мен ауырып қалып едім, мына графикті бұлай ауыстырайық, немесе кейде болады бір мақсатты түрде, сізге бір шұғыл операция жасалуы мүмкін портал арқылы, бір 3 айдан кейін, 6 айдан кейін деген секілді. Міне сол кезде сондай бір келісімдер болып жатады. Одан кейін міндеттемелерді орындаудың шарттарын өзгертуге қатысты жауап. Бағанағы айтқан сол ай сайынғы төлем ғой, негізгі өзгеретін нәрсе бұл жерде. Осыған біз кішкене мән беруіміз керек. Бастысы сол коллектордан біз қашпауымыз керек. Енді коллекторлық агенттік қарызды орындау шарттарын жақсартуға бағытында бір жақты өзгертуге құқылы. Ол сізді қорқыту, үркіту емес, керісінше сізге дұрыс оң шешімін шығару. Ал бізде қалай? Жаңағындай қорқыту, шошыту болып жатады. Одан бөлек анау телефонын алмай қояды, черныйға тығып тастайды, мысалға, блокқа тығып тастайды, заблокировать деп. Жоқ, ондай әрекеттерге бармаңыз, керісінше диалогқа келіңіз. Және де тағы да бір қайталап айтайын, коллекторлар сізге тек жұмыс күндері, сенбі-жексенбі хабарласпау керек. Жай күндері 8-ден кешкі 21:00-ге дейін хабарласуға құқылы. Жеке кездесуге ол бетпе-бет, ол аптасына 3 рет, одан артық сізді шақыруға болмайды. Күн сайын кел мында деген секілді. Яғни сен ертең келіп, арғы күні келіп, тағы да кел деген секілді. Сондай да бір шектеулері бар. Коллектордың жұмысына байланысты. Және де бұл хабарласпайтын күндердің ішіне демалыс күндері де кіреді. Мысалға 7 мамыр, 9 мамыр, Наурыздың мерекелерінде, мүмкін Конституция күнінде тамыз айында, тәуелсіздік күні, 25 қазан деген мереке күндері қысқасы, олар сізге хабарласпау керек. Осындай енді коллекторлар жайлы қысқаша айтатын болсақ, біле жүріңіз, бастысы келісімге келіңіздер. Сізбен біз болып қарызымыздан құтылайық, қарыз жүктемесін азайтайық және де қарызсыз қоғамды бірге құрайық.